Сәлем достар, бүгін сіздерге қытырлақ самса, яғни слоеная самсаның қамырын дайындауды үйретемін. Ол үшін бізге жылы су, жылы сүт, бір жұмыртқа, дәміне қарай тұз және де бір шай қасық дрожж қосамыз. Жақсылап араластырып, жұмсақтау қылып қамыр илейміз. Бетін жауып, 1 сағатқа тындырамыз. Міне 1 сағаттан кейін осындай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 4 бөлікке бөлдім, яғни менде 2 зуалақ қамыр шықты. Мен барынша осылай жайып шығу керек. Өте жұқа жайған сайын сіздердің самсаларыңызда слоеный болып шығады, яғни қатпарлы болып шығады. Барынша жұқалап жайыңыздар. Және де үстіне ұн сеуіп қойып қоямыз. Мен екі қамырды бірден жайып шықтым. Сливочный маслоны ерітіп, қамырдың бетіне бүкіл жеріне жағып шығамыз. Екінші қамырымызды да үстіне жайып, оның үстіне де сливочный маслоны жағып шығамыз. Барлық жеріне жағылуы тиіс. Мұны осылай видеода көрсетілгенде орап шығамыз. Орап болғаннан кейін пакетке салып морозилькте сақтаймыз. Кез келген уақытта бірнеше бөліктерге бөліп самсаларды пісіріп алсаңыздар болады.